Новый год, елка, аяз атасыз дейді. Елкасыз, аяз атасыз, дастархан жайып жаңа жылды күтіп алуға бола ма? Сен жаңа жылды күтіп алмасаң да ол келеді. Мына күтпейтіндер бар ғой жаңа жылды. Оларды өтеді екен 2023-ке. 2022-де қалып қалмайды. Сен күтпесең, Новый год келіп, есік алдында тұрып. Бұл күтпеді қой енді. Бұлар қала берсін деп кетіп қалмайды. Бәрібір өтесің 2023-ке. Бұл біріншіден. Екіншіден, жаңа жылды күтсең де келеді, күтпесең де келеді дедік. Енді сол шайды сен 1 сағат бұрын іше бер. Обязательно түн 12-де ішу керек па, не 12:30-да? Форточканы асып, ескі жерді шығарып салып, жаңа жылды қарсы алу шарт па не? Енді қатты Новый годта президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың Новый годта құттықтауын келсең, кейін записін көріп алсаң да болады YouTube-тан. Қатты көргің келсе, ол кісіні YouTube-та тұрады записі, YouTube-тан көріп ал, болды. Жатып ұйықта. Енді құттықтаулар келеді, сообщение келеді, жауап беру керек енді. Енді үйреніп қалған, ол мемлекеттің мерекесі, ол діннің қатысы жоқ бұл жерде. Дінді қоспаңыздар оған. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.